Біздің әрекеттеріміз өзімізге білінбей бірте-бірте әдетке айналып жатады. Мысалы, көзімізді қайта-қайта жұму, тырнақ тістеу, тісімізді қайрау, аяқ дірілдету сынды жағымсыз әрекеттер өзімізге құдды бір жүйке жүйемізді ретке келтіріп жатқандай сезіледі. Дегенмен, сырт көзден мүлдем басқаша пікір естіп жатамыз. Ал осы әдеттердің біздің санамызда қалай пайда болғаны туралы, олардан қалай құтылуға болатыны туралы білгілеріңіз келсе, мына кеңестерімізді ескере жүріңіздер.